Өңірімізде тағы бір өндіріс орнының іргетасы қаланбақ. Бұл жол Сауран ауданындағы арнайы экономикалық аймақта дәрумендер өндіретін зауыттың құрылысы басталады. Жоба өңірдің өндірістік әлеуетін арттырып, жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік береді. Қазақстандағы инвестициялық жобалардың басым бөлігі соңғы жылдары Қытай капиталымен байланысты болса, бұл жолы Түркістан өңіріне Түркияның жетекші компанияларының бірі келді. Дәрумендер мен биологиялық белсенді тағамдық қоспалар өндіретін Орзакс компаниясы Түркістандағы Тұран арнайы экономикалық аймағында жаңа зауыттың іргетасын қалады. Жоба өңірдің өндірістік әлеуетін арттырып қана қоймай, Қазақстанның халықаралық инвесторлар үшін тартымды алаңға айналып келе жатқанын да көрсетеді. Іргетас қалау рәсіміне Түркістан облысының әкімі Нұралхан Көшеров қатысып, жобаның өңір экономикасы үшін маңызын атап өтті. Аймақ басшысы мұнда инвестициялық жобалар жаңа жұмыс орындарын ашып, өнеркәсіптің дамуына және экспорт көлемінің артуына серпін беретінін жеткізді. Өңіріміздің жаңа жобалары көбейе берсін. Осындай жобаларымыз барлық аудандарда іске асыратын боламыз. Тағы да барлықтарыңызға құтты болсын. Жалпы құны 40 миллион ақш долларын құрайтын кәсіпорын GMP халықаралық стандарттарына сай салынады. Алғашқы кезеңде зауыт жылына 36 миллион қаптама өнім өндіреді. Кейін өндірістік қуаты 80 миллион қаптамаға дейін ұлғайтылады. Өнімнің шамамен 90% Орталық Азия, Шығыс Азия және TMD елдерінің нарығына экспортталмақ. Şirket sürekli bunu yapmak zorunda çünkü bizim hedeflerimiz çok büyük. Biz 2035 yılına kadar dünyada ilk 5'e girmeyi hedefliyoruz. Şu шақты өнім бар дейді, 10 плюс дейді, тағы да зерттелген және оны қолданысқа Құдай қаласа енгізуге дайын болып тұрған 90 шақты өнім бар дейді. Болашақта дейді, дүниежүзі бойынша осы мәселемен айналысатын алғашқы 5-ке кіру біздің мақсатымызда бар дейді. Орзакс бұл жобаны Орталық Азиядағы негізгі өндірістік және логистикалық хаб ретінде қарастырады. Компания Қазақстанның арнайы экономикалық аймақтарындағы жеңілдіктерді, қолайлы географиялық орналасуын және халықаралық нарықтарға шығу мүмкіндігін тиімді пайдалануды көздеп отыр. Жоба толық қуатына шыққанда кәсіпорында 500 адам тұрақты жұмыспен қамтылады, ал жылдық табысты 180 миллион ақш долларына дейін жеткізу жоспарланған. Türkistan bölgesini tercih ettik. Негізі дейді, жалпы айтқан кезде дүниежүзі бойынша бір 50 шақты мемлекетке негізі жалпы экспорт жасаудамыз. Бірақ дейді, мынау таяу шығыстан гөрі алыс шығыс, Жапония, Китай сияқты жерлерге шығару үшін осындай бір бізге точка керек болды дейді. Сондықтан біздің ана отанымыз болып саналатын Қазақстандағы жаңа алдындағы айтқан сөзді есіме түсіп кетті. Түркістанды тағы рухани астана деп қабылдайды бұл кісілер. Бұл өндіріс орны тек дәрумендер мен биологиялық белсенді тағамдық қоспалар шығарумен шектелмейді. Болашақта мұнда фармацевтикалық өнімдер, косметика және жаңа белсенді ингредиенттер өндіретін қосымша желілерді іске қосу жоспарланып отыр. Осылайша Түркістандағы жаңа зауыт өңірдің экспорттық әлеуетін арттырып, Қазақстанның фармацевтика өнеркәсібіндегі маңызды өндіріс алаңдарының біріне айналуға көзделуде.